Көрші дос, туыс бәрімен тату бол. Қызылқайнар ауылындағы әр шаңырақтың баласына берер тәлімі осындай. Ұстаздар да үнемі сабақтарына жас ұрпақты отан сүйгіштікке баулуға, достықты дәріптеуге бағыттап отырады. Жас өркен орта мектебінің 6-шы А сыныбының оқушылары бүгінде кезекті осындай тақырыпта ой қозғады. Қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Салтанат Бекетованың өткізген сабағы туған жер тақырыбына арналады. Бір жеңнен қол шығарып, бір жағадан бас шығарып, қандай да болмасын қиындықты жеңе білген халық. Қазірге дейін көптеген тарих белестерінен өтіп, қаншама тәуелсіздігіміздің мына былтыр 25 жылдығы аталып өтті. Сол себептерде көптеген іс-шаралар жүргізіліп жатыр мектебімізде. Сол іс-шараларға белсенді қатысып, оқушылардың барлық бойындағы дарындылықты, ары қарай шығармашылықты қалыптастыру бағытында тәрбие сабақтарын өтіп жатырмыз. Бүгін мынау Әбу Сәрсенбаевтың туған жер өлеңі өте бір керемет өлеңнің бірі. Сол балалардың бойына туған жерге деген құрмет, ыстық сезім, патриоттық ұлағатты сіңіру мақсатында сабақ өттік. Оқушылар сабаққа сақадай сай дайындықпен келген. Олар жарыса 1991 жылдан бері мемлекетте болып жатқан маңызды әрі тарихи сәттерді мақтанышпен айтуда. Ауылдың жетістіктерін де тізбектеуде. Ұстаз мұндай сабақтар барысында оқушылар 45 минутта үлкен тәрбиелік мәні бар көптеген мағлұматтар алады дейді. Әрі өскелең ұрпақты отансүйгіштікке баулып, достыққа дәріптеуге де маңызы зор екендігін айтуда. Тастақты мекен еткен менің елім, бау-бақшам жайқалады туған жерім, еліне нәр бергенде, сән бергенде, көркейіп гүлдене бер туған жерім. Оқушыларға ұстазы сабақ барысында түрлі мысалдарды келтіре отырып, халықтар арасында сан жылдардан бері сыза түспей келе жатқан татулықты тереңірек түсіндірді. Көп ұлттар арасында бірлік, ынтымақ ол шағын отбасыдан, одан соң тәрбие алып отырған білім ошағынан басталады. Бұл қағиданы оқушылар да түсінеді. Өйткені қазақ сыныбында оқитын оқушылар арасында әртүрлі ұлттың азаматтары бар. Олар бір-бірімен бір үйдің балаларындай болып кеткен. Құз ұясындай болмайтындай адам отансында болмайды. Ал менің отаным сонау Каспийден Алтайға дейін созылып жатқан қасиетті өлке Қазақстан. Қазақстан тәуелсіз ел. Бұл елде 130-ға жуық ұлт өкілдері тұрады. Бірлігі жарасқан Қазақстан елінің тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Бұл қазақ елінің жомарттылығы мен ақ пейілінің арқасы. Басқа оқушылар да қарап қалмады. Қызықты әрі мағыналы өткен 45 минут ішінде оқушылар достық, татулық тақырыбында мақал-мәтелдер мен бірнеше өлең шумақтар